Қазақстандық теннисші Уимблдон турнирінің жартылай финалында. Біздің елдің спортшылары мұндай жетістікке алғаш рет қол жеткізіп отыр. Сәлем қазақ елі, Назарда Экспресс жаңалықтар, бізде 1 минут кеттік. Бұл Елена Рыбакина, қазақстандық теннис сүйер қауымға өте қатты таныс. Еліміздің бірінші, әлемнің 23-ші ракеткасы. Былтыр Ролан Гарростың 4-ші раундында аңызға айналған Серена Уильямсты тізе бүктірген болатын. Қазір Уимблдонға қатысуда. Үлкен дулығадағы 4 ірі турнирдің бірі. Ұлыбританияның ашық чемпионатының 17-ші ракеткасы деп танылған Рыбакина австралиялық Айла Тамляновичпен кездесті. Бірінші партияда жерлесіміз 6-4 есебімен ұтылса, екіншіде 6-2 есе қайтарды. Үшіншіде қазақстандық теннисші 6-3 есебімен басым түсті. Рыбакина Уимблдонның жартылай финалында өз мансабында алғаш рет. Енді әлемнің 18-ші ракеткасы